Көтерек қане достар, махаббат үшін үзілген сөнген біріміз қайда махаббат. Молдың келіп. Не істеп жатсың? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ақсақал. Не істеп жатсың? Отқан? Алды басына көтеріп, немене өлең айтып отырсың ән салып? Оразаның күнде жан-жаңа қарамайсың ба? Қасиетті ай, Рамазан айы, ораза айын құрметтемейсің ба? Құрметтеп отыр. Осы ма құрметтегенің? Ауыз бекітіп, адамдар шөлдеп, қарны ашып, Аллаға мінәжат етіп көшеде жүр. Сен не істеп отырсың жұрттың көзінше? Ой, оңбаған. Мына сен сияқтылар бар, мұсылманның атына кір келтіретін. Қашан сен адам боласың? Жұрттың 15 жасар, 20 жасар, 25 жасар балдары намаз оқып, ораза ұстап жүр. Жасың нешеге келді қазір? 40-тан ғой? 40-та. 40-қа келші миың кірмепті әлі. Қашан намаз оқып, қашан адам боласың сен? Оқимыз ғой? Қашан? Мен бірінші ана Меккеге барып келемін. Мен сояқтан оқып келемін. Бері қара. Ешакты 1000 рет Меккеге жіберсең де ат болып келмейді деген. Ешак ол ат болу үшін осы жақта ат болу керек бірінші. Меккеге бармай тұрып ат болып кету керек ол. Сонда ат болып қайтып оралады ол. Жүреме қанша ешактар. Ешак болып жүріп, қалтасына салып алады да Меккеге барып ұрып кетеді қажылыққа. Қайтып келіп сол ешак болып жүр ана. Арағын жалғастырып, той жасаса дастарханына қойып, баяғы алған парасын әлі алып жүр. Жүрген жүрсе тұрысы соғы жүр әлі ешак болып. Мен онда ешек емеспін ғой. Қандай ешаксың сен? Ақсақал, сіз Аллаға қарсы келмеңіз. Кім қарсы келіп отқан? Сіз қазір қарсы келіп отырсыз ғой Аллаға. Не деп қарсы еттім мен? Адам тағдырын Алла жазады деген рас па? Рас. Сенесіз ғой соған? Сенем. Бүгін енді Аллах тағала тағдырыма арақ ішіп жазып қойған екен, ішіп отырмын. Сол. Миыңның жеткен жері ғой сол, Сонда маңдайыңа арақ жазып қойса іше бересің ба? Енді ішпегенде ішеміз. Тоқтатуға жоқ, бұл арам, бұл ішпейін деуге болмай ма? Бүгін жазып қойсам несі бар екен? Қоймайсың мен арағыңды. Қоймаймыз ғой. Не қоймайсың? Жібермеймін. Жібермеймін. Тоқтатпа, жібер. Тоқтатуға бола ма екен қамшыны? Ол. Неге арақ тоқтатпайсың? Бәлкім маңдайыңа жазған шығар сенің. Бүгін қамшымен таяқ жеу керек. Ұру керек ақсақалдар кеп. Неге өзің Аллаға қарсы кеп отырсың? Жібер ұрайын. Жіберсем ұрасыз ғой? Оңбаған. Алла тағала маңдайға жазады. Не үшін? Сынақ үшін. Алла екі жол қояды сосын. Біреуі адал жол, біреуі арам жол. Қай жолмен жүресің өзің білесің. Арақты ішпей айналып өтіп кетуге болады. Ал ішіп те барып сол жолға түсуге болады. Түсіндің ма? Оңбаған. Қазір қайда барасың? Үйге. Үйіңе бар. Жүр шығарып салайын. Жоқ, өзім кете берем ғой. Өзің кете бересің ба? Өзім кете берем. Алла тағала тағы бір екі ұлар қап кетті деп отыр ғой? Жоқ, кім айтты оны? Алла тағала айтып отыр ғой? Қамшымен де отыр. Жүр, үйіңе шығарып.